Біздің вагон қараушылардың негізгі мақсаты келе жатқан жолаушылар пойызын уақытымен шығып қарсы алады. Жолаушылар пойызы келіп тоқтағаннан кейін соңғы вагонның автосепкасынан бастап вагондарды доңғалақтарын тексеріп, гаситель колебаниясын қарайды, вагонның асты ақауларын барлықтарын қарап өтеді. Егер де қандай да бір кемшілік ақау табылатын болса, жөндеуден өткізуге тиіс. Егер де күрделі жұмыстар болатын болса, анықтама 23 формасын толтырып, қасымызда тұрған техникалық пассажирский паркке қоямыз. Станция кезекшінің жұмысында ұқыпты болу өте маңызды. Яғни оның істерінде аз да болсын ауытқулар болмауы керек. Сонымен қатар станцияда болып жатқан барлық қозғалыстарға жауапты болады. Қозғалыс қауіпсіздігі толығымен оның берген пәрмендеріне байланысты. Яғни ол тікелей қозғалыс алаңында жүретін машинашыларға, компиляторларға пәрмен береді. Өйткені ол станцияны толық білуі керек. Уақытында қай жерде ақаудың пайда болғанын анықтай алуы тиіс. Сонымен қатар пойыз станцияға келгенде қозғалыс қауіпсіздігі оған байланысты. Әр бекітуге ерекше назар аударуы қажет. Жұмыстағы ең қиын нәрсе түнгі ауысым. Себебі барлық қызметкерлер ауысым алдында қалай демалса да ауысым кезінде мұқият болуы қиындау болады. Өйткені әртүрлі жағдайларда тез әрекет етуді, оқиғалардың шешімін бірден табуды талап етеді. Олар тіпті 1 минут ішінде берген пәрмендеріне күмәнданбауы қажет. Әрі жұмысқа деген адалдық маңызды. Өйткені егер сіз өз жұмысыңызды жақсы көретін болсаңыз, ол қаншалықты күрделі болса да, бәрі оңай болады. Біздің мамандықта әрдайым сақ болу шарт. Өйткені бар жауапкершілікті мойнымызға аламыз. Жолымызда тіпті аяғы ауыр әйел кісілер де отырады. Жолсерік бүкіл назарын жолаушыларға аударып, мұқият болу керек. Бір жағдай болғанда, пойыз бастығымен, пойыз бригадасымен бірге шешім қабылданады. Әрбір жолсерік үшін жолаушылардың риза болғаны, қамтамасыз етілгені, вагондарда тәртіптің болғаны маңызды.